Alhamdulillah, қазіргі кезде ваххабилер адасып жүр деп айтатын матуридтер бар ғой. Олардың білесіңдер ме, не ақида оқиды? Тек қана ақидада тахауид оқиды ғой. Олар біле ме екен жалпы тахауи ақидасын тек қана ішінде 30-ақ бет мәтіні. Қараңдаршы, братья. Мына жерде келтіреді, мені қараңдар. Құран кәламулла ғайру махлуқ болды, все, короче. И бұны шарттайды атта бұлар, короче. Сондықтан да ашари кетті, ашариші шарттайды, матуридте матуридші шарттайды, түсіндіңдер ма? Сондықтан да былай деп айтады олар. Құран кәламулла дейді, Құран Алланың сөзі, ғайру махлуқ дейді. Я, әрине дейді, бірақ біздің қолымызда Құран басқа Құран дейді. Өздерінің пер копейкасын тығады. Өйткені ол жерде асарлар, хадистер, ғалымдардың, сәләфтардың түсінігі жоқ мына тахауи ақидасында. Сондықтан да рахат. Ана 12 бір 30 бет ойларына кейін жететін бар ғой, субханалла бар ғой. Сендер жалпы матуридилер сендер ойланбадыңдар ма? Мына салафилер бір нәрсе айтқанда постоянно санат, постоянно хадис, сәләфтардың ақидасы деп айтады ғой. Ол қайдан алады деп ойланбайсыңдар ма? Сендер көрдіңдер ме? Мысалы тахауидің замандасы Ибн Хузейма деген болған. Ол білесіңдер ғой, имамдардың имамы деген мұхаддис болған заманында Китабы Таухид деген кітабы бар. 350 бет. 350 бет. Бәрі ақида туралы ішінде. Каждый сифатқа бап арнаған. Каждыйне 25 беттен. Ішінде санат полный. Қараңдаршы бауырлар. Жеткізеді, анау айтты, мынау айтты, қанады. Хаддасына тек қана жеткізу, сәләфтардың ақидасын жеткізеді. Ал бұлар не істейді? Матуридилер. Олар аттан мәтінді алып атты, өздерінің ойына келгенін жасайды. Түсініп бауырлар, разница осы да, түсіндіңдер ме? Бұлар аттан тахауи, ана Алланың есім сипаттарын ешқайсысын айтпайды ғой, білесіңдер ме? Бірақ сөзбен қайтарып тастаған. Бейт қара. Не дейді? Кімде-кім Аллах тағаланы жаратылыстың сипатымен сипаттаса, ол кәпір болады дейді. Әлбетте кәпір болады. Ешкім Аллах тағала жаратылыс деп айтпайды ғой, дұрыс па? Сөйтеді бүкіл хадис аяттармен жоққа шығарады ғой. Ла хаула ва ла қуввата илля билля. Қанша сифат аяттар бар келетін. Мысалы қараңдаршы, братья, міне мен сендерге әкеліп отырмын ғой. Мысалы Халбар Кирман, имам Ахмадтың шәкірті. Қараңдар, каждый сифатқа бап арнаған. Бап, каждыйына бап, отдельно. Ашып қарам, міне қараңдар. Каждыйында асарлар, сәләфтардың сөздері. Сондай да, сәләфилер ақидасы сондай. Сол үшін бауырлар қуаныңдар, түсінсіңдер ма? Сіздердің кітаптарың жүйелі, сәләфилердің кітаптары. Ал матуридилерде ешқандай жүйесіз оларда сәләф дейтін сәләфта жоқ дұрыс. Абу Ханифаны айтпай-ақ қойын, оның кітабын бычып болып отыр. Жахмиттер. Тахауиді алады, тахауидің кітабында мәтін 30-ақ бет болды. Басқа ешқайдан олар ақида алмайды, субханалла. Сол 30 бетті ғалымдар шарттайды, былай шарттайды, мынау былай шарттайды, болды. Все. Қараңдаршы міне тахауидің кітабының ішіндегі. Бір Құран аяты бар ғой, аят айтылады ғой, мысалға, оның түсінігі, сәләфтардың түсінігі жоқ бұларда. Хадис аят болды, все. Ешқандай сәләфтардың түсінігі. Одан кейін мысалы Абу Ханифа мұны былай түсін, ешқандай ештеңе айтпайды, болды. Просто не екен дерсі? Просто мәтін жазып кетеді, болды. Мынау былай дейді, алады, мына матурidi былай шарттайды, мына ашари былай шарттайды оны. Ал бұлар басқа мәзхабтың, басқа тахауидан басқаға қарай алмайды. Қараса шокта болады ананың ішіндегі, ана кітаптарды көріп бар ғой. Мен сендерге айтайын, міне қараңдар, міне Ләләкәй, мысалы кім сол 3-ші жылдар өмір сүрген ғой, 3-ші ғасырда хижраның. Бауырлар 900 бет, 3 том, 350, в общем 980 бет бәрін қосқанда да, субханалла. Ішінің бәрін қараңдаршы бауырлар, асар строго. Сәләфтардың ақидасы ешқандай өзінің мынандай түсінік деп айтпайды. Болды, все, сәләфтардың ақидасы жетеді, болды, все. Ешқандай түсінік, оған шарт та керек емес, мынау шарт жоқ бұған, білсіңдер ме олар? Өйткені тек қана бұл ақида болды. Сәләфтардың ақидасы жетіп тұрған. Китабы Таухид. Мына кітапқа шарт жазылмайды, ешкім шарт жазбайды. Өйткені дайын да, субханалла. Сәләфтардың ақидасын сәләфтардың шархымен, яғни сәләфтардың фәһімімен, сәләфтардың түсінігімен дайын тұр, бізге оқитын кітап. Ал бұларда ондай дайын кітап жоқ. Бұларда сол тахауидің ақидасы тұр. Мына и то өздері оқымайды оны. Мына ұстаздар шайнап ауыздарына салып береді, болды, все. Ал сәләфтарда альхамдулилля кітап достаточно. 3 мазхабтың кітабы жатыр ғой жерде. Маш имам Ахмадтың Халбар Кирманидің кітабы, яғни қараңдар каждыйына бап арнап тастаған, немесе Ибн Хузейма Шафиит, оның да кітаптарын қараңдар. Абу Умар Таламангидің кітабы бар, Усул сунна, оны да қараңдар. 3 мазхабтың ақидасын қараңдар, бірдей. Кроме кімдергіміз ма? Ханафит. Өйткені олар басқа мазхабтың ақидасын алмайды. Сондықтан да бауырлар, біз 3 мазхабтың ақидасындамыз, альхамдулилля. Ал оларда бірақ олар басқа, сендер айтыңдаршы матуридтерге, басқа кітап оқисың, басқа кітап оқымайды, олар тек қана тахауид оқиды, болды. Өйткені басқа кітапты оқыса олар шокта
екі күн талқылайтын шығар ол ана сөздерді оқығанда. Яғни каждый бап Алланың екі көзіне, истауасына, қадамына, Алланың келуіне каждыйына бөлек-бөлек бап бар да, субханалла. Сосын бауырлар, ассалаумағалейкум. Қуаныңдар сәлефи болғандарыңа.